патриоттық, білім мен өзін-өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік, отан тарихына, тәуелсіз Қазақстанның бүгіні мен болашағына деген жауапкершілікке тәрбиелеу мақсатында республикалық бірыңғай жас ұлан балалар мен жасөспірімдер және өзін-өзі басқару ұйымының маңызы зор. Жас ұлан және өзін-өзі басқару ұйымы әр бағытта оқушыларды жан-жақты құндылықтарды қалыптастыруға, алдына мақсат қоя білуге, балалар мен жасөспірімдердің азаматтық белсенділігі мен саналылығын арттыруға, танымдық жұмыстарды ынталандыруға, зияткерлік, шығармашылық және әлеуметтік даму үшін жағдай жасауға, жауапкершілік пен еңбексүйгіштікті қалыптастыруға, көшбасшылық және ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытуға бағыттап, баланың жеке тұлғалық қасиеттерін дамытуға жұмыс жасайды. Ал осы жұмыстарға жетекшілік етіп, бағыттап отыратын бірден-бір маман ол тәлімгер. Мектебімізде жас ұлан мен өзін-өзі басқару ұйымының оқушылар арасындағы жұмыстары өте қарқынды түрде дамуда. Атап айтар болсақ, республикалық бірыңғай жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымына 300-ге жуық жас ұлан, 200-ден астам жас қыран мүшелікке кірсе, мектеп парламенті өзін-өзі басқару ұйымында 85 бала қабылданды. Сонымен қатар оқушыларды қазіргі заман қоғамы мен мемлекет өміріне табысты әлеуметтік бейімдеу барысында ұшқыр ой алаңы мектебіміздегі Шоқай ұландары дебат клубына 45 оқушы мүшелікке қабылданды. Осындай игі жобалар арқылы оқушылар тек білім алып қана қоймай, қамқорлыққа, адамгершілікке, тәрбиеге бағыттала отырып, жеке тұлғалық қасиеттерін дамытатыны анық. Мен тәлімгер Нұржанат Оралбайқызы еңбек жолында тәлімі мол тәлімгерлік саласынан бастағаныма және Қазақстанның дамуына зор үлес қосатын жас ұрпақты тәрбиелеуде себепші болғаныма, осы салада кәсіби шеберлік қолданбамды қалдыратыныма қуанамын.